Барлықтарыңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Ең алдымен видеоны бастамай тұрып, берекелі дастархан арнасына тіркеліп кетіңіздер және де видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Мені қолдап, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз кабачковый икра жасайтын боламыз, яғни кәдеден икра жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар 2 килограмм кәді қажет болады және 600 грамм пияз қажет болады, 700 грамм сәбіз қажет болады. Кәдімізді біз картоп ашатын құралмен жұқа қылып сыртын ашып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды, сәбізімізді тазалап аламыз. Кәдімізді 6 бөлікке бөліп, видеодағыдай турайтын боламыз. Немесе өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Өйткені кәдіні қуырған кезде тез пісетін болады. Яғни сәбізге қарағанда кәдіміз тез пісетін болады. Мен видеода осылай турадым. Өзіме ыңғайлы қылып. Және де сәбізімізді 4 бөлікке бөліп турайтын боламыз. Сәбізді турамай теркіден өткізсеңіздер де болады. Теркінің үлкен жағынан өткізсеңіздер болады. Теркінің үлкен жағынан өткізсеңіздер тез пісетін болады сәбізіміз. Маған ыңғайлы, тураған ыңғайлы болды. Мен турап қуыратын боламын сәбізді. Сәбізді таңдаған кезде, сатып алған кезде жақсысын таңдап алуға кеңес беремін. Өйткені кейбір сәбіздердің ортасында ағаш сияқты, яғни тамырлап кететін болады. Сондықтан жақсы, балғын, свежий сәбіз таңдауға кеңес беремін. Сәбіздерімді мен осылай турап алдым. Тез пісу үшін. Пиязымызды қатты ірі қылып турамаймыз, қатты жіңішке қылып та турамаймыз. Орташа деңгейде турайтын боламыз, видеодағыдай. Қатты ұсақ қылып турайтын болсаңыздар, сәбіз бен пиязымызды бірге қуырған кезде пиязымыз тез пісіп кететін болады. Барлығын турап алдық, алдын ала ыдысымызға 100 грамм, бір ыдысымызға 100 грамм май, бір ыдысымызға 150 грамм майымызды құйып алатын боламыз, өлшеп. Және 100 грамм майымызды кішкентай қазанымызға құямыз. Және жақсылап бауырсақ қуырғандай қыздырып аласыздар. Пиязымызды салдық. Пиязымызды шамамен 1 минуттай қуыратын боламыз. Шамалы араластырып жібереміз. 1 минут уақыт қуырылды. Пиязымыз және туралған сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Сәбізіміз бен пиязымызды қатты отта майға қуыратын боламыз. Және жиі араластыратын боламыз. Сәбізіміз бен пиязымыз күйіп кетпеу керек, сондықтан жиі араластырып тұрамыз. Екінші қазанымызға 150 грамм майымызды құйып, оны да бауырсақ қуыратындай қылып жақсылап қыздырып аламыз. Майымыз біздің қызып тұр. Енді үстінен кабачкиімізді салатын боламыз. Кабачкиімізді де, яғни кәдімізді де қатты отта қуыратын боламыз және оны да жиі араластырып тұратын боламыз. Сәбізіміз бен кәдіміздің қуырылуына 1 сағат уақыттай кетті шамамен. Сол 1 сағат аралығында осылай жиі араластырып тұрасыздар. Он 15 минутқа орташа отта қуыратын боламыз. Сол 15 минут аралықта жиі араластырып тұрамыз, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін.
пиязымыз бен сәбізімізді де солай жасайтын боламыз. Жиі тексеріп қарап тұрыңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін, яғни күйіп қалуы мүмкін. Қалай піссе де тек қуырылып жатырған сәбізіміз бен кабачкеміз, яғни морковымыз күйіп кетпеу керек. Ең бастысы жақсылап езіліп пісуі керек. Морковпен, яғни сәбізіміз бен пиязымызды кәдіміздің үстіне салып, бірге бұқтырып, орташа отта 10 минут пісіретін боламыз. 10 минут уақыт өтті бізде. Осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай суы шығып, езіліп, осылай пісетін болады. Тек күйдіріп алмасаңыздар болды. Және де біз осы піскен кәдімізді блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Тұз бұрышын блендермен езіп алғаннан кейін барып салатын боламыз. Егерде сіздерде блендер болмаса, мясорубкіден өткізсеңіздер болады, суығаннан кейін. Біздің кабачкеміз осындай болды, блендерден өткізгеннен кейін, блендерден езгеннен кейін, және 2 ас қасық томат салатын боламыз. Және 1 ас қасық тұз салатын боламыз. Томатты өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Маған 2 ас қасық жеткілікті, және 1 шай қасықпен толтырып бұрыш салатын боламыз. Бұрышты да өз еркілеріңіз қалай салсаңыздар да. Және де жақсылап араластырып аламыз. Томатымыз жақсылап араласу керек, сондықтан жақсылап араластырып аламыз. Және де 3-5 минуттай жай отта қайнатып алатын боламыз. 3-5 минуттай. Бетін жауып қоямыз, өйткені қайнап жатырған кезде шашырайтын болады. Біздің кабачковый икрамыз, яғни кәдеден жасалған икрамыз дайын болды. Егерде менің видеом сіздерге ұнап жатырса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.